Жаңа конституция жобасы әділетті Қазақстанды қалыптастыруға бағытталған реформалардың жалғасы. Ата заңдағы өзгерістер мемлекеттің басқару жүйесін жаңғыртып, халықтың билікке деген сенімін нығайтуға бағытталған. Аймақтағы ағайын жаңа конституция жобасын қолдап, оң пікір білдірді. Халыққа өзінің құқықтары мен бостандықтары, мемлекет алдындағы жауапкершілігі, соның барлығы да айтылады. Және де тағы маған ұнағаны ол осы Қазақстан халқының жалғыз билік көзі ретінде көрсетілген. Бұл жерде енді халық пен билік арасындағы сенім артады деп ойлаймын. Халыққа жақсы болады деп ойлаймын. Я жастарды қолдайды. Қазір жастар көтеріліп жатыр ғой. Жаңадан жұмыс орындары ашылады шығар. Тек қана жақсылық болады деп ойлаймыз, соған сенеміз. Негізінде заңда өзгерістер де керек шығар. Ең бастысы халыққа қолайлы, азаматтарымызға жайлы, еліміз үшін дұрыс болса. Жастарға әсер етсін, содарға жұмыс болып, содар өмір сүріп жақсы. Енді біз уже болдық қой нетіп, енді сол жастарға жақсылық болсын енді.